Қай заман болсын, адамзат алдында басты міндет адал, білімді, еңбек сүйгіш ұрпақ тәрбиелеп өсіру. Бұл міндетті әр халық салт-дәстүріне орай іске асырады. Яғни әр халық ғасырлар бойы сыннан өтіп сұрыпталған озық салт-дәстүрлерін жас ұрпақты тәрбиелеуде пайдаланып келген. Қоғамдық салт қоғамдық болмыстан туындайды деген сөз. Халықтық педагогикасының тұрмыстық ереже болып, халықтың салтына айналған әдет-ғұрыптардың тәрбиелік мәні ерекше. Халық тәрбиені балаға ана құрсағында жатқаннан бастайды. Оған куә іштегі сәбидің уақытында дүниеге келу үшін үлкен аналар түрлі ырымдар жасайды. Нан үстіне зат қойма, сүтті төкпе, отқа түкірме, тұзды баспа, шелектегі суға аузыңды салма, екі езуіңді керме, шашыңды аяқ астына тастама, жалғыз ағашты жұлма, үлкеннің алдын кеспе, адамды айналма, жақсыдан тәбәрік ал, жақсылығы тиеді, отпен ойнама, оттан аттама, пышақтың жүзін жалама, аяқ қолыңды жіппен байлама, түнде суға барма, жүгіріп үйге кірме. Халқымыз көкті жұлма деген, көкті жұлсаң көктей соларсың деп жаман ырымға жорып жұлғызбаған. Нанды бір қолыңмен үзбе, нанның үгіндісін аяққа баспа деген сөздерде дәмге, оны дастарханға келтіретін еңбекке деген құрмет сезімнің ізі бар. Қарағай кессең қаңғырып қал деп өсіп тұрған ағашқа тигізбейді. От жағуға тек қарағай емес шыршаның кеуіп кеткенін, малдың қиы мен тезегін пайдалануға күнкөріс қамынан да басқа себеп болса керек. Халқымыздың тобылғыға сайға қой сүртпей ши атаулыны қорық қылып күзет қоюының өзі күнкөріс қамы ғана емес, табиғатты қорғау, аялау әрекетінен туса керек. Қарғысына ұшырайсың деп құстардың ұясын бұздырмаған, бетіңе шұбар түседі деп жұмыртқасын да жарғызбаған. Халқымыз қыран құсты атқызбаған, аққу құс киелі деп оған құс салуға, оны атуға тыйым салған. Сондай-ақ қарлығашты киелі деп ұққан. Егер қарлығаш киіз үйдің шаңырағының шаңдуына ұя салса, балапандар ұшып кеткенше көшпей отырған. Қойдың сүті қорғасын, қойды тепкені оңбайды деген. Құты қашады деп малды басқа ұрқызбаған, балағаттамаған. Сиыр мен қойдың желін ісіп кетеді деп төгілген сүтті аяққа басқызбаған. Қыз өссе елдің көргі дегендей, қыз баланың сырт бейнесі, киіне білуі және оның ішкі мәдениеті мен тәрбиелік деңгейімен байланысты. Қыз болашақ ана, ақ босағаның аруы, шаңырақтың береке құты. Қыз баланы жасынан төзімділікке, әдіптілікке, сыпайылыққа тәрбиелеген. Қазақ халқының салт-дәстүрі болашақтың айқын көрінісіне үлесін тигізеді. Сауатты да салмақты, адамгершілік қасиеті мол жас ұрпақ салт-дәстүр, әдет-ғұрыппен өте тығыз байланысты екенін ұмытпайық.